жартылай финалға бийледім. Бұл енді менің өмірімде болмаған оқиға. Айгүл Қосанованы дәстүрлі әнші ретінде таныдық. Тұнып тұрған талант қой енді ол кісі, бірақ соны шығара білгеніне қуандым да. Мен айтқан сөзіме екі етпей, былай жаса десем басында жынданып атты, жарайды деп соны жасап финалда отырмыз. Ең бастысы бұл бағдарламаның тікелей эфирде болуының өзі әншінің де қаншалықты мүмкіндігі бар екенін көрсетіп, айқындай алатын жағын көрсетті. Сондықтан да Егіз Лебіздің өзіңді қайтадан тонусқа келтіріп, өзіңнің әнші екеніңді еске салу мақсатында бір жақсы жоба болған сияқты. Енді Егіз Лебіз бағдарламасы 4 айға созылып, міне бүгін ең шешуші сәті келді, финал. Бүгін не болса да нүктесі қойылатын күн. Біз енді шама шарқымызша дайындалдық. Егер бабың дұрыс болып, бағың болмаса, онда барлығы бекер болады. Осы уақытқа дейін бізге жанкүйер болған, бізге дауыс берген әрбір көрерменге мың алғысымды білдіремін. Біреулер жүріп, егер де сендер жөнбесеңдер, бағдарлама әділ емес деп. Шыны керек екінші орынға түсіп қалғанда бірлеп соның өзіне шырылдап кеттік қой енді. Енді біз апта сайын бірінші орын, әкем айтады, не деген бітпейтін бірінші орын oldu. Соған халық үйреніп қалған сияқты бірінші орын деген. Рамболаттан Айгүл деген. Деп өтіп кете беретін сияқты басқа каналға ауыстырып. Жеңген жағдайда. Енді ар жақта телевизор жағында көріп отқан көрерменге солай көрінгенмен бізге енді басқаша ғой бәрі. Қандай әнші болса да өз деңгейінде өнер көрсетуге тырысады. Сондықтан да қарсыластарым осал деп айта алмаймын. Қарсыластарымызға сәттілік, өзімізге жеңіс тілейміз. Өте дұрыс айтасыз Беке. Ой, баяға, өте. Ұмытпаңыз, үлдемен бүлде. Егер де қыз көнсе. Қыз көндіру бізде. Болды, келістік. Беке. Әй, байыпша. Я отағасы. Құдалар келеді, қызды дайында. Ой, баяу отағасы. Әлі тым жас қой. Ой, ақмақсың ба, үлкен қыз деймін. Қызым. Айналайын қызым. Барған жерің бағыңда ашсын. Тайт, әкеек сөйлемейді. Айттым бітті. Қыз Дәурен, менің де басымнан өтеді. Ayıktağı sevgili
Шап, кәне, шап. Жанболат Айзабеков, Айгүл Қосанова. Келіңіздер ортаға, қошеметтеріңіз. Бұл жұпты қолдап келген өнер қырандары театрына алғыс айтамыз. Ал, қымбатты қазылар алқасы, финалдағы алғашқы шырқалған ән, алғашқы қойылым, Тұңғышбай мырза, өзіңізден бастасақ. Ұнады ма? Көңіліңізден шықты ма? Ұнады, өте әдемі. Қазақтың ұлттық салт дәстүріменен, үкілі кәмшатыменен, құндыз бөркіменен, билейтін жылқысыменен алып келген. Анау қыздың жасауыменен, ой, қай-қайдағы бүгін күндері енді ұмыт болып қайта жаңғыра бастаған қазағымыздың қанына тән керемет бір жақсы көрініс жасадыңдар. Оның үстіне ән деген арғы тегімізге қарай, қанымызға қарай апаратын термеден айтылды. Бұл нағыз біздің әлгі ұлттық құндылықтарымызды тағда бір аспанға шығарған әдемі көрініс болды. Мен өте ризамын, рахмет, жақсы болды. Майра ханым, қазақтың дәстүрлі әнін жаңғыртуда өзіңіздің еңбегіңіз орасан зор. Қазіргі орындау қалай сізге ерекше бір әсер еткен сияқты? Керемет болды. Жаныма өте жақын. Мынау дәстүрлі әншілердің ішіндегі ең шоқтық биік өзім ең жақсы көретін Айгүл өзінің бабында талай жыл дәлелдеп келеді, өте керемет әнші екен. Және осы жұп әлгі қамшы салдырмай келатқан бәйгелі жұп қой. Бүгінде тағы да өздерінің нағыз профессионал екендерін көрсетті. Мынау музыкалық комедия мен бірінші бітірген Алғаш Каукен ағамыз, марқұм Ашқан Каукен Кенжетаев, ұстазымыз отыр жанымызда. Сол бір туды Жанболат, сен жақсы алып келе жатсың. Әнді айтасың, актер да бола білесің. Осы бәр жерде өте көңілім толып отырады. Бұл жұп қамшы салдырмайтын өте бәйгенің алдында келаққан жұп. Рахмет. Бүгінгі кешті керемет әнмен бастап бергендеріңіз үшін рахмет. Сәттілік.